Түлкі мен қасқыр ертегісі. Күндердің күнінде түлкі мен қасқыр дос болыпты. Бір күні түлкі қасқыр досының үйіне барса, қасқыр досы аш отыр екен. Досым, менің қарным ашты, бір амалын тауып мені тойғызшы дейді. Дос айтқан соң, түлкі қайтып шыдап тұрсын, дереу барып, бір адырда жайылып жатқан бір қора қойдың ішінен бір тоқтыны досына әкеліп береді де өзі кетіп қалады. Содан қасқыр тоқтыны жейін деп тұрғанда тоқтайтады. Қасқыр, мені қазір жегеніңмен құр аузыңа татымаймын. Онан да мені қоя берсеңші, күзге шейін от жеп, семіріп келейін, сол кезде жерсің дейді. Қасқыр айтқанына көніп, оны қоя береді. Қасқыр тоқтыдан айырылып, қарнының ашқанына шыдай алмай, түлкі досына барып айтады. Достым, жаңағы әкелген тоқтың арық екен. Ол қазір жегеніңмен аузыңа татымаймын. Онан да мені қоя бер, күзге шейін семіріп келейін, сол кезде жерсің деді. Оның сөзін мен мақұл көріп, оны қоя бердім. Енді достым, бір семізірегін әкеліп бер дейді. Адырда жайылып жүрген тегін қойды аясын ба? Түлкі тағы барып, бір үлкен семіз қойды әкеліп беріп, өзі тағы да кетіп қалады. Қарны ашып тұрған сорлы дереу жейін деп жатқанда, тақсыр, мені бір өзіңіз тауыса алмайсыз. Мен осы жерде тұрайын, сіз барып жолдастарыңызды ертіп келіңіз, деп қой жалынады. Қасқыр қойдың сөзін естіп, мақұл, сен осы жерде тұра тұр, мен жолдастарымды ертіп келейін дейді де кетіп қалады. Осы сәтті пайдаланып, қой қорасына қарай қаша жөнеледі. Қасқыр жолдастарын ертіп келсе, баяғы уәделі жерінде қой жоқ. Бұл қойдан осылайша айырылып, қасқыр түлкі досына тағы барады. Оның барғандағы жұмысы баяғы қу тамағы ғой. Досына барып, бастан аяқ болған оқиғаны айтып, достым, қайыр қылсаң бүтін қыл деген емес пе? Сен де енді қайырыңды бүтін қыл деп сөзін қысқартады. Түлкі досының бұл айтқанын мақұл көріп, бір шұңқырдан шыға алмай жатқан бір атқа апарып, осыны жей ғой дейді де, өзі анадай жерге барып қарауылдап тұрады. Қасқыр атты жеймін деп әрекет қылып жатқанда, ат қасқырға айтады. Қасқыр, менің табаныма кіріп тұрған бір шеге бар. Бірнеше күннен бері азаптанып жатырмын. Тым болмаса сол шегені алып тастап, онан кейін жесең ризамын деп артқы аяғын көтеріп, шеге осы аяғымда дейді. Қасқыр, алсам алайын деп аттың табанын қарай бергенде, ат әрекет қылмай қалсын ба, бастан салып жібереді. Қасқыр қаңқ етіп, тұмсығы даладай қан болып жатқанда, сондағы түлкі досының қасқыр досына қылған жәрдемі. Сенен ақ күйдім ғой деп, сол жерде қасқырды сойып, терісін алып, досынан бір ішік киіп, өз жөніне кетеді.